Так, ал оқушылар, сабаққа қош келдіңдер. Құдай қаласа, біздің бірінші эфиріміз. Қазір біз тест талдауды жасаймыз. Мұқият қарап отырыңдар. Тест ұбт-та келетіндей есептер арасында кері байланыс жасап отырасыңдар чаттан. Бізде қазір бір нұсқаны қарастырып талдайтын боламыз. Бүгін Құдай қаласа, бізде кеттік. Уақыт созбай бастай береміз. Бірінші есептен бастап. Так. Бізге ондай есеп берілген. Так, бөлшек түбірасында 3 плюс түбірасты 2, бөлімінде түбірасында 7, жақшаның ішінде 3 минус түбірасты 2, бөлшегінің бөлімінде иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Енді бұдан қалай құтыламыз? Бұдан құтылудың бірнеше тәсілі бар. Бұның ішінде ең оңайы былай болу керек. Так, былай жасайық. Есептің өзін жазып алайық. Түбірасында 3 плюс түбірасты 2. Так, түбірасында 7, жақшаның ішінде 3 минус түбірасты 2. Енді қазір біз иррационалдықтан құтылған кезде бірінші осының дәл өзіне көбейтіп алайық, алымында бөлімінде. Так, алымында бөлімінде дәл осының өзіне көбейтіп алайық. Қалай отыр? Жазу көрініп отқан жоқ? Не онда отыр? По идее менде енді көрінді ма? Көрінді, ұқсатма жоқ. Так, енді дұрыс болды дейм, болды, бізде кішкене ошибка болып қалған екен, реттеп алдық енді. Так, жақсы. Бізде андай есеп берілген. Енді бұдан иррационалдықтан құтылу үшін бірінші осының өзіне көбейтіп бөлсек, алымында бөлімінде. Түбірасында 7, жақшаның ішінде 3 минус түбірасты 2, алымында бөлімінде. И бұдан не шығады бізден? Мұнда қазір квадратталғаннан кейін бөлімде түбір жоғалып кетеді, бірінші сыртындағы түбір. 7, жақшаның ішінде 3 минус түбірасты 2 қалады. Ал алымда не болады? Так, түбірасында 3 плюс түбірасты 2, көбейту түбірасында 7. Так, 3 минус түбірасты 2 болып қалады. Так, ары қарай енді бұны көбейтетін болсақ, бұдан не шығады бізден? Так, бастик. Мұнда қазір түбірдің астындағы өрнекпен мына өрнек екеуі бір-біріне көбейтіледі. Яғни түбірасында екеуін бір түбірдің астына болды 7, жақшаның ішінде 3-дің квадраты 9 минус 2. Ал бөлімден отыра береді, 7, 3 минус түбірасты 2 деп. Енді бұдан 9-дан 2-ні азайтсақ 7 шығады, 7 жердегі 7 49, ол түбірасынан 7 шығады. Біз бір рет құтылып алдық түбірасынан. Бізде қазір өте ықшамдалған өрнек қалды. 7 мен 7-ні қысқартып жіберсек, не болады? 1 бөлу 3 минус түбірасты 2 болады. Енді ары қарай алымында бөлімінде 3 плюс түбірасты 2 көбейтіп бөлеміз. Яғни осы кезде 3-дің квадраты 9 минус түбірасты 2-ның квадраты 2 болды. Алымында 3 плюс түбірасты 2 деген қалады. Сол кезде не шығады? 3 плюс түбірасты 2 бөлімінде 7. Яғни бірінші есептің жауабы, дұрыс жауабы Д нұсқасы болады. Так, сендерге жақсы көрініп тұр ма? Барлығы қазір соңына дейін есеп көрді, нұсқаға дейін көрді ма? Бір жазып жіберіңдер чатқа. Жауаптар кетті, жақсы, керемет. Бізде кішкене техникалық ақау болды басында, көрінбей қалды, сондай проблема болып қалмасын деп чаттан сұрап тұрамыз арасында, жауап жазып тұрасыңдар. Керемет. Керек жерлерін скринда болып отырсаңдар болды, ары қарай жалғастыра береміз біз. Келесі, мынандай есеп берілген екен, өрнекті ықшамдаңыз. Енді бұл бізге өте жеңіл есеп. Онда 4-дің кубы m-нің 17 мен 3 бір-біріне көбейтіледі. Яғни 17-ні 3-ке көбейтсек 51 дәрежесі, көбейту n-нің дәрежесінде 18-ді 3-ке көбейтсек 54 болады. Бөлімінде мұнда m-нің 19 дәрежесі 3-ке көбейтсек, m-нің 57 дәрежесі болады. n-нің 14 дәрежесін 3-ке көбейтетін болсақ, 42 болады. Жақсы, ары қарай қысқартамыз. Мұнда 51 дәрежемен 51 кетсе, 6 дәреже қалады. 42 мен 42 дәрежесі кетсе, 12 дәреже қалады. Сонда не қалды бізде? 4-дің кубы 64,
n-нің 12 дәрежесі бөлімінде m-нің 6 дәрежесі қалды, иә? Яғни жауап бізде қайсысы болып тұр? 64 n-нің 12, m-нің 6 болса, а жауап болып тұр осында, иә? Демек дұрыс жауап А нұсқасы болады. Немесе бұл жерде басқалай да жасауға болады. Бірінші мына жақшаның ішінің өзін ықшамдалып, одан кейін кубтауға болады. Сол ыңғайлы болу керек бізге, иә? Так, былай жасайық онда, қараңдар, мына жердің өзіне жазайық. Мұнда 17 дәрежемен мына 17 кетсе 2 дәрежесі қалады. 14 дәрежемен 14 дәрежесі кетсе 4 дәрежесі қалады. Біздегі жақшаның ішінде не қалып тұр? 4. Так. 4 n-нің 4 дәрежесі бөлімінде m-нің квадраты қалып тұр, иә? Ал сыртында кубы тұр. Енді кубтасақ оңайлау кетеді екен есеп. 4-нің кубы 64, n-нің 12 дәрежесі бөлімінде m-нің 6 дәрежесі. Жауап түсінікті болды деп ойлаймын. Екі әдіспен де қарастырдық. Жақсы. Келесі есепке жылжайық. 0,5 косинус 15 градус плюс 0,5 түбірастында 3 синус 15 градус бөлімінде түбірасты 2 өрнегін ықшамдаңыз дейді. Яғни мұнда мұқият қарайтын болсақ, бізге 0,5 деп шатастыру үшін берген, оны бөлшек түрінде жазсақ 2-ден 1 косинус 15 қосу. Так, мұнда 0,5 деген 2-ден 1-ді берсе, түбірасты 3 бөлу 2 дегенді білдіреді. Синус 15 градус. Бөлшектің бөлімінде түбірасты 2 тұра береді. Так, ары қарай. Енді біз 2-ден 1 мен түбірасты бөлу 2 не істейміз? Мынаны мысалы біз синус 30 градус деп алсақ болды, мынаны косинус 30 градус деп алсақ болды. Сол кезде мынандай өрнек пайда болды бізде. Синус 30 градус, косинус 15 плюс косинус 30 градус, синус 15 бөлімінде түбірасты 2 тұра береді. Жақсы. Ары қарай бұдан не шығады? Алымындағы бізге синус альфа плюс беттаның қосу формуласын береді. Яғни синус альфа плюс бетта, демек 45 градустың формуласын береді. Бөлімінде түбірасты 2 қалады. Синус 45-тегі мәні бізде түбірасты 2 бөлу 2-ке тең. Оны түбірасты 2-ке бөлетін болсақ, не істейді? Түбірасты 2 мен түбірасты 2 қысарып кетеді, 1 бөлу 2, яғни 0,5 деген жауабымыз қалады. Түсінікті болып отыр ма? Чатқа бір жазып қойық, көрініп тұр. Түсінікті болып отыр деген сияқты хер баян жасап отырайық. Я эфирді мүмкіндігінше сақтап қоюға тырысамыз, чтобы кейін қалған оқушыларда қарау үшін. Жақсы, жауаптар кетті, керемет, көрініп тұрған болса, ары қарай жалғастырамыз. Так, бізге андай есеп беріліпті. 4-ші есепте. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіз. Енді бұл өте жеңіл есеп деп ойлаймын. Бізде бұл есеп қатты қиындық туғызбайды. Так, мұнда 5x минус y плюс с y минус x. Бізде қарасақ, екі жақшаның ішіндегі ұқсас, бірақ мұнда x пен y-дің орны ауысып кеткен. Біз оны қайта реттеп алуымыз керек. 5x минус y. Мұнда жақшаның сыртына минус шығарсақ, с, мұнда x минус y деп ауысады. Енді біз үлкен бір жақшаның ішіне тұрды елестетсек, бізде екеуінде де x минус y деген өрнек бар. Екеуінен де x минус y-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, біріншісінен 5 минус екіншісінен с қалады. Бұл бізде қай жауапта тұр? 5 минус с, x минус y. Бұл жауап шатаспасам. Жақсы, бұл есеп жеңіл. Енді бұл есепке уақытты көп құртпаймыз, келесіне жылжимыз. Келесі есеп бізде теңдеуінің барлық нақты түбірлерінің санын анықтаңыз. Бізге андай бір күрделі теңдеу берілді, жоғары дәрежелі. Бұл жерде біз жаңа айнымалы енгізу әдісін қолдануымыз керек. Мына тұрған өрнекті т деп белгілеп аламыз. Онда мына бір өрнегіміз т-ның квадраты болады. Сол кезде бізде т квадрат плюс 2т минус 3 тең 0 деген теңдеу пайда болады, квадрат теңдеу. Енді ары қарай бұны шешкен кезде біз қаласақ дискриментпен шығарсақ болады, немесе ветпен шығара салуға болады. Бұда ветпен шығарсақ т тең минус 3 пен т тең 1 деген жауаптар пайда болады. Енді ары қарай бұны істейміз, бұларды алып барып, мына т-ның орнына қоюымыз керек. Яғни бірінші жағдайында x квадрат минус 3x-ті теңестіріп аламыз минус 3-ке. Бұдан минус 3-ті сол жақ бетіне өткізетін болсақ, плюс 3 деп өтеді, тең 0-ге. Ары қарай дискримент 3-ның квадраты 9, минус 4 жердегі біріміз 4, 3-ке көбейтсек 12. Яғни бұл 0-ден кіші теріс сан болып қалды. Теріс сан болғаннан кейін бұның шешімі жоқ. Ал екінші жағдайымыз т-ны 1-ге теңестірсек. Так, т-ның орнына қоятын болсақ. X квадрат минус 3x тең 1-ге деп алатын болсақ. X квадрат минус 3x минус 1 тең 0-ге болады. Ары қарай дискриментпен 3-ның квадрат 9, минус 4 жердегі біріміз 4, оны минус 1-ге көбейтсек, плюс 4 болып кетеді да, дискрименттен 13 шығады. Демек, x-тің екі шешім болды деген. Так, 3 плюс минус түбірастында 13 бөлімінде 2. Бізге сұрақтан деген теңдеуінің барлық нақты түбірлерінің саны, яғни бүтін дегенмен шатастырып қоймаймыз.
нақты түбір кез келген сан бола береді. Яғни бізде екі түбір бар мұнда. 3 плюс түбір астына 13 бөлу 2 деген бір түбір, 3 минус түбір астына 13 бөлу 2 деген екінші түбіріміз. Демек дұрыс жауабы Б жауабы болады екен. Так, түсінікті болса ары қарай жалғастырамыз. Бізде келесі есебіміз теңдеулер жүйесін шешіңіз. Енді бұл өте жеңіл теңдеу жүйесі берілген. Бұны жауаппен жұмыс істеуге де болады, немесе шығару жолымен ала салуға да болады, өзі мұнда айнымалыны енгізіп беріп қойған x тең минус y қосу 0,5 деп. Яғни біз не істейміз? Бірінші теңдеуге x-тің орнына алып барып қояйық. Минус y плюс 0,5 плюс 2y тең 0,3-ге. Мұнда не шығады? Минус y-ға 2y-ті қосатын болсақ, y 0,3-тен 0,5 азайтсақ, минус 0,2. Y-тің мәні минус 0,2 екені пайда болды. Ары қарай оны x-тің орнына қойсақ, мына жерде плюс болады, таңмен бірге 0,7 болады. Вариантқа қарасақ, y-тің өзі минус 0,2 болды, бізде бір-ақ вариант бар, демек дұрыс жауап Д болады екен оқушылар. Бұл есеп жеңіл, оған көп уақыт созбаймыз. Ары қарай жылжайық. Так, бізге мындай есеп беріпті. f от x тең 5x куб плюс 7x квадрат минус 300x қосу 2025 функциясының туындысын табыңыз дейді. Енді туындыны табу қиын емес. Білесіңдер, бізде негізгі формула бар, x-тің n дәрежесінің туындысы деген. Мұнда дәреже алдына түседі, және дәрежеден 1 азайтылады. Яғни мұнда қазір 3 алдына түсетін болса, 5 көбейту 3, дәрежеден 1 азайтсақ x-тің квадраты болады. Плюс 7, мына дәрежедегі 2-міз алдына түсетін болса, дәрежеден 1 азайтсақ x-тің 1 дәрежесі қалады. Әрине бір жазылмау керек. Минус 300, ал x-тің туындысы 1-ге тең, тұрақты санның туындысы 0-ге тең. Оны плюс 0 деп қойсақ та болады, немесе жазбай қойсақ та болады. Демек бізде не шығады екен? 15x квадрат плюс 14x минус 300 деген жауап шығады екен. Ол бізде қай вариантта тұр? Так, Б вариантында тұр, Жақсы. Қажет болған жағдайда есептерді скринда болып отырсаңдар болады. Кейін асықпай қайталап қарап шығуға. Ал біз ары қарай жалғастыра береміз. Келесі А-Б-С-Д, А1, Б1, С1, Д1 кубы берілген. А-сы және Б1, С1 түзулерінің арасында бұрыш табыңыз. Енді оқушылар бұл жерде бізге кубты салып алу керек болады, Біз былай істейік, мына жерге куб салып алайық. Так, кішкене қаламмен жұмыс істеу қиындау болып отыр. Суретті сәл қисық етеді басында, үйреніп болғанша. Так. Осылайынан куб салып алсақ, артта көрінбейтін бөлігін үзік сызықтармен белгілеп қояйық. Жақсы. Енді белгілейтін болсақ, біз кубты қалай белгілейміз? Так, былай белгілеп алайық. А, Б, С, Д. А1, Б1, С1, Д1 деп белгілеп алайық. Енді бізден сұрап атқан қараңдар. А-сы және Б1, С1 дейді. Так, былай істейік. А-сы дегеніміз бізде мына бір түзу, А-сы және Б1, С1 түзулерінің арасындағы бұрыш. Б1, С1 деген түзу мынау. Бұл жерде вектор тақырыбымен шатастырып қоймаңдар. Вектор емес, екеуі түзу ретінде. Демек біз Б1, С1 түзуін параллель көшіріп, Б-С түзуіне көшіріп алсақ болады. Және сонда біз мына жердегі бұрышты табуымыз керек болады бұл жерде. Жалпы табаны кубтың шаршы болады. Шаршының диагоналі 45 градус жасайтын жақсы білеміз, Демек бұл есептің жауабы 45 градус бола қояды екен. Есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни сендер вектормен шатастырып қоймаңдар. Вектор болған кезде олардың бағытын ескеру керек қой, Екі вектордың арасындағы бұрыш деп, екеуін бір нүктеден шыққан кезде аламыз деп есептеп, одан 135 шығатын жауаптарды кездесетін. Ал бұл жерде түзу деп берілген сұрақ, яғни ұбытта көп шатастыратын сұрақтардың біреуі осы болып саналады. Қайта вариантқа 135 деген версияны қоспаған екен. Ары қарай кеттік. Келесі. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Жақсы. Бұл қарапайым теңсіздіктер жүйесі. Біріншісінен 5x қосу 3 кішіне тең 3x қосу 3. Мұнда қазір сол жағына жинақтайтын болсақ, 5x-тан 3x азайтсақ 2x, кішіне тең 3-тен 3 азайтсақ 0 болады, Яғни x кішіне тең 0 деген жауап пайда болды. Бұл біріншісінің жауабы. Енді екіншісін шешіп алайық. X квадрат қосу 2x минус 3 тең 0 деп теңсіздік белгісін тең белгісімен ауыстырып алайық, теңсіздік белгісіне. Жақсы. Бұдан не шығады? X тең минус 3 пен x тең 1. Мен ветпен жауаптарын бірден таба салдым, ал егер қиындық болса дискриминантпен табуға болады, Минус 3-ті 1-ге көбейтсек минус 3, міндетті түрде тексереміз. Минус 3-ке 1-ді қоссақ минус 2. Мұнда қарама-қарсы таңбамен плюс 2 деп жазылады. Енді бұны ары қарай шешкен кезде білесіңдер, аралықтарға саламыз. Так, бізде тең белгісі бар, боялады. Минус 3 және 1, Аралыққа бөлсек. Таңбасын қоямыз. X квадраттан алды плюс болса плюстан басталады. Плюс, минус, плюс.
және бізде үлкен болған кезде плюс аралықтары алынуы қажет. Енді осы шешімді оқушылар біз мына бірінші теңсіздің шешімімен қиылыстырамыз. Оны енді біз мына жерде былай істесек болады. Көк түспен осының үстіне сала салайық. Бірден бізде 0 деген сан мына жерге орналасады. 0 деген санымыз боялады және кіші болса солға қарай кетеді. Демек екеуінің қиылысқан жері көрініп тұр. Минус шексіздіктен минус 3-ке дейін екен. Минус шексіздіктен минус 3-ке дейін деген жауап шығады екен. Демек бұл есептің жауабы А нұсқасы болады екен. Есеп түсінікті болып отыр ма? Сұрақтар жоқ па? Лайк басамыз еді Нұрислам. Лайк басып қолдап отырыңдар. Комментарийда түсінбеген жерлерің болса жазыңдар. Жылдам айтып кетсе, немесе түсініксіз болып қалса. Д ғой дейді. Минус шексізден минус 3-ке екен. Дұрыс. Жақсы. Так, қазір реттеп жіберейік. Мұнда біз минус шексізден минус 3-ке деп көрсетіп қойыппыз да. Ал вариантқа берілген кезде минус шексізден 3-ке деген белгілеп қойыппыз. Жақсы. Дұрыс жауабы Д болады екен. Керемет. Осылай қате болып қалса туырлап белсенді отырамыз. Жақсы. Ары қарай жалғастырайық. Келесі есебіміз бізде түбір астында x-2 тең 2-x теңдеуінің түбірлерінің санын табыңыз дейді. Жақсы. Бұны бірден шешуге де болады. Яғни қалай істедік? Иррационал теңдеуді шешкен кезде екі жағын квадратта болатын екен. Екі жағын квадратта болатын екен. Бұдан не шығады? x-2 тең 4 минус 4x плюс x квадрат. Енді оң жағына жинақтасылайық. X квадрат минус 5x, минус 2 плюс 2 өтсе плюс 6 болады. Тең 0-ге. Бұдан шығатын жауаптар x тең 2-ке, x тең 3-ке. Яғни бізде екі жауап пайда болды. Бұларды орнына қойып тексеріп көру керек бастапқы теңдеуге. Мына жерге 2-ні қойсақ, 2 минус 2-міз 0, 2 минус 2-міз 0. Теңдікті қанағаттандырады. Иррационал теңдеу әдістерінде барлық жауаптарды міндетті түрде тексеріп көру шарт. Келесі 3 деген жауапты қойып көрсек. 3-тен 2-ні азайтсақ 1 болады, ал 2-ден 3 азайтсақ минус 4 болып қалады. Бұл түбірі болмай қалады. Сонда бұл жерде теңдеудің бір ғана түбірі бар екен. Бұл енді бізде кәдімгі шешу арқылы шығардық. Бұның тағы бір тәсілі бар, оқушылар, графикті тәсіл деген бар. Енді кейбір оқушыларымыз білетін шығар. Мынаны екі функция ретінде қарастыруға болады. Яғни y тең түбір астында x минус 2 деп бір функция ретінде аламыз, y тең 2 минус x деп екіншісін аламыз да, екеуінің графигін саламыз. Яғни екеуінің кәдімгідей Декарттық кванттар жүйесін салып қиылыстырамыз. Неше рет қиылса сонша шешім бар деген әдіс бар бізде графиктік. Так, түбір асты x-тің графигі негізі бізде былай кету керек. Енді минус 2 болып тұрса, 2 бірлік 10-ға жылжиды. Яғни жерде 2 дегеннен басталады, түбір астымыз былай қарай кете береді. Ал енді 2 минус x-тің графигін салатын болса қалай болады? Так, мұнда x-тің орнына 2-ні қойсақ, y деген 0 болады. Яғни ол нүкте мына жерде болады. Ал x-тің орнына тағы бір сан қойып көрейік. 0-ді қоятын болсақ, y 2 шығады. Яғни біздің түзуіміз былай жалғасады екен. Демек қарап отырсақ, екеуі бір ғана нүктеде қиылысады екен. Демек бұл екеуінің бір шешімі бар дегенді білдіреді екен бізге. Түсінікті ма? Осылай табуға да болады. Немесе қарапайым түрде екі жағын квадраттау арқылы таба берсек болады екен. Ары қарай жылжимыз. Келесі есеп бізде мына функцияның 1-4 аралығындағы ең кіші және ең үлкен мәнін табыңыз дейді. Жақсы. Біз функцияның ең үлкен және ең кіші мәнін табу үшін не істейік? Бірінші берілген функциядан туындалып алдыңыз, берілген функциядан туындалып алайық. 3x квадрат минус 4x қосу 8. Енді ары қарай бұны не істейміз? Бұны 0-ге теңестіреміз. Так, дискремент 4-тің квадраты 16, азайту 4 жердегі үшіміз 12, 8-ге көбейтсек 96. Яғни теріс сан болып кететініне көзіміз жетті. Бұл жерден нақты түбірлер шықпайды екен. Демек бізге 1 мен 4-тің өзін қойып тексеру жеткілікті екен. Яғни берілген функциямызға 1-дің мәнін қойып тексереміз. X-тардың орнына 1-ді қойсақ, мұнда 1-дің кубы 1, минус 1-дің квадраты 1, 12-ге көбейтсек минус 2, қосу 8, минус 2. Так, 1-ден 2-ні азайтсақ минус 1, 8-ді қоссақ 7, 2-ні азайтсақ 5 болады. Яғни бір мәні 5 болды. Енді екінші мән есептеу үшін X-тардың орнына 4-ті қойып тексереміз. Мұнда 4-тің кубы 64, минус 4-тің квадраты 16, 2-ге көбейтсек 32, қосу 4 жердегі 8-іміз 32, минус 2. Минус 32 мен плюс 32-ні жойып жерсек, 64 минус 2-іміз 62 деген нәтижені береді. Демек бізде дұрыс жауап Б нұсқасы 5 және 62 деген жауап болды екен. Функцияның ең кіші мәні 5, ең үлкен мәні 62 болады екен. Жақсы. Түсінікті болса, ары қарай жылжимыз.
Келесі төменде көрсетілген сан аралықтарының қиылысуының математикалық дұрыс жазылуын көрсетіңіз. Яғни берілген екі аралықты қиылыстыру керек. Енді бұл өте жеңіл сұрақ деп ойлаймын. Так, бізде дұрысынша қайсысы болады? Мұнда -6-тан 1-ге дейін, -4-тен +x-ке дейін болса, екеуінің қиылысуы -4-тен 1-ге дейін болу керек. Скорее, дұрыс жауап сияқты, яғни бұны сан өсіне салып көрсетуге де болады. Біріншісінің жауабы -6-дан 1-ге дейін, ал екіншісінің жауабы, астына байып қоя салайық, төменгі жағына. Екіншісі -4-тен, -4 шамамен мына жерде болсын. -4-тен плюс шексіздікке дейін. Демек, екеуінің қиылысуы -4-тен 1-ге дейін тік жақша болады. Демек, А жауабы дұрыс жауап екен бізде. Мұнда не қателік бар екен көрейікші қалған жауаптарда. Мұнда -4 жай жақша болған, мына жаққа тік жақша болып қойған, сол себебі дұрыс емес. Ал мұнда 1 жай жақшада, екеуі қиылысқан кезде 1-ге тік жақша беріп қойып, ол дұрыс емес. Және үшіншісінде мұнда -4 тік жақша болса, мұнда жай жақша болып қойған, яғни ол дұрыс емес болып саналады. Яғни дұрыс жауап бізде А болады екен. Келесі сұрақ. Нүктелер арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз. Енді бұны табудың ең оңай жолы берілген жауаптармен жұмыс жасалу. Яғни қалай жұмыс жасаймыз? Біз кез келген нүктені алайық. Мысалы, мынаны алсайық. Мынау x-тің координатасы, мынау y-тің координатасы. Яғни біз x-тің орнына -2 қойған кезде 3 шығатын жауаптар іздейік. -2-ні қойсақ 3 шығады, біріншісі дұрыс. -2-ні қойсақ, +2 болды, 1-ді қоссақ, бұдан да 3 шығады. -2-ні қойсақ, бұдан да 3 шығады екен. -13 қоссақ, -2-ні қойсақ, +8 15 болып кетеді. Яғни бұл дұрыс емес, яғни қате болып қалды. Бізде пока 3 дұрыс жауап бар. Енді нақтысын табу үшін екінші b нүктесінің координаталарын қойып көреміз. x-тің орнына 2-ні қойсақ, 2-ге 5-ді қоссақ, 7 болып кетеді. Бұл дұрыс емес уже. Мұнда 2-ні қойсақ, -2, оған 1-ді қоссақ, -1 дұрыс. Ал мұнда 2-ні қойсақ, 10, 13-ті қоссақ, 23. Бұл да қате болып қалды. Сонда екі нүктенің шартын қанағаттандырған b. Демек дұрыс жауап b деп таба саламыз. Ал бұл тақырыпты өтіп қойған оқушыларымыз үшін қиын емес, білесіңдер. y-тең kx плюс с деген түзудің жалпы теңдеуіне салу арқылы оп-оңай тауып аламыз. X-тің орнына -2-ні қойсақ, мұнда -2k плюс с тең 3-ке шығу керек. 2-ні қойсақ, 2k плюс с тең -1-ге болу керек. Осыны жүйеге алып екеуін қосып жіберсек, как раз бізде -2k мен +2k жойылады. 2s тең 2-ге, с тең 1 екені келіп шығады. Ал с тең 1 деген мәнді мұнда қойсақ, 2k плюс 1 тең -1, 2k тең -2, k тең -1 екенін оңай тауып аламыз. Демек, y тең -x плюс 1 деген түзудің теңдеуі пайда бола салды. Әрине бұл шығару жолымен табу, ал мынау жауаппен жұмыс жасау. Жақсы. Түсінікті болса, ары қарай жылжимыз. Келесі есеп бізде. Интеграл x квадрат -16 бөлімінде x плюс 4 dx интегралын табыңыз дейді. Жақсы. Есептің түрі сәл қорқынышты берілген, дегенмен шығару жолы өте жеңіл. Бізде 16 деген білесіңдер 4-тің квадраты, Демек, мына тұрған x квадрат минус 4-тің квадратын біз екі жақшаға жіктесек болады. x минус 4, x плюс 4. Бөлшектің бөлімінде x плюс 4. Алдында интеграл белгісі бар. Жақсы. Мұнда x плюс 4 пен x плюс 4-ті қысқартамыз. Сол кезде бізде не қалады? dx жазып қояйық міндетті түрде. Интеграл x минус 4 dx. Ары қарай. X-тің интегралы дәрежесінде 1 бар жазылмайтын, оған 1-ді қоссақ 2 және сол 2-ні бөліміне жазуымыз керек, минус 4x. Жанында міндетті түрде плюс с деген тұрады. Демек бізде дұрыс жауап x квадрат бөлу 2 минус 4x плюс с деген жауап Д нұсқасы болады екен. Жақсы. Ары қарай түсінікті болса жалғастырайық. Бізде керемет есеп. Біраз оқушылар есептің түрін көргеннен кейін қашып кетеді. Бір бал керек емес маған деп. Бірақ олай істеуге болмайды. Сұрақты міндетті түрде соңына дейін оқып көру керек. Есеп өте жеңіл. Тек мұқият болуымыз керек. Кеттік көрейік. Суретте көрсетілген дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір қыры мен табан жастығы арасындағы сызықтық бұрышты көрсетіңіз. Жақсы. Бізде жалпы мына нүктелер H, G, J, I және L нүктелері пирамиданың төбелері деп аталады. Ал мына L-дан жанына қарай түсетін LH, LG, LJ және LI бұлар бүйір қырлары деп аталады. Ал мына астында тұрған төртбұрышымыз ол табан жастығы деп аталады. Енді бізге сұрақта бүйір қыры мен табан жастығы арасындағы бұрыш. Мен сендерге пирамиданы былай салып көрсетейін. Былай салсақ, ортадан биіктік көтеріп алатын болсақ, пирамидамыз болады. Бізде қазір салған төртеуін бүйір қырларына төртеуі тұрғаны.
мына табан жастығы. Демек арасындағы бұрыш ретінде былайынан қосамыз да диагоналмен мына жерді алсақ болады, мына бір жерді алсақ болады, немесе керісінше мына диагоналды қосып мына бір жерлерді ала беруге болады. Яғни бүйір қыры мен табан жастығы арасындағы бұрыш деп. Енді бізде қазір ол LHJ деген вариантқа сәйкес келіп тұр мінекей. LHJ. Міне L, былай қарай H, былай қарай J. Мынау табан жастығы мен бүйір қыры арасындағы бұрыш деп осы жерді алады екенбіз. Сұрақ өте жеңіл екен, жауап Б жауап болады екен. Сұрақты скриндап алсаңдар болады. Ал біз ары қарай жылжимыз. Келесі 16 есепке келген екенбіз. X-тің дәрежесінде 1 плюс логарифм 3 негізді x тең 9x квадрат теңдеуін шешіңіз дейді. Жақсы. Біз бұндай теңдеу шешкен кезде қос ауыстыру әдісін қолданатын едік. Тағы да басқа да әдістер бар. Қазір қос ауыстыруды қолданып көрейік. Логарифм 3 негізді x-ті t деп белгілеп аламыз. Ал бұл жерден x табатын болсақ не болады? 3-тің t дәрежесі болады. Жақсы. Осы екі ауыстыруға байланысты әдістің аты қос ауыстыру деп шыққан еді. Демек біз x-тің орнына 3-тің t дәрежесін қоямыз. Жақшаның сыртында 1 плюс логарифм 3 негізді x-тің орнына t-ны қоямыз. Мұнда 9 көбейту x дегеніміз 3-тің t дәрежесі, сыртында квадраты бар. Жақсы. 9-ды 3-тің квадрат деп бірден жазсақ та болды. Енді біз мұнда 3-тің t қосу t квадраты тең, ал мұнда не болады? Так, мына жерді реттей салайық. Дұрыс емес болып қалды. Так. Жаңа 9-ды 3-тің квадратты бірден жазсақ болды. 3-тің t дәрежесін квадраттаған кезде дәрежені дәрежеге шығарудың қасиетімен білесіңдер, 2 мен t көбейтілу керек. Яғни мұнда 2t болады. Ал негіздері бірдей сандар көбейтілі, дәрежелері қосылады. Яғни 3-тің 2t қосу 2 дәрежесі болады. Енді қараңдар, сол жағы және оң жағы оқушылар. Екі жағда бірдей негізге келді 3 деген. Демек негіздерін қалдырып кетуге болады. t квадрат қосу t тең 2t қосу 2. Барлық өрнекті сол жағын жинақтайық. t квадрат минус t минус 2 тең 0-ге. Бұлар не шығады? t тең 2 және t тең минус 1-ге деген жауаптар шығады. Көбейтсек минус 2, қоссақ 1, қарама-қарсыдан минус 1. Енді ары қарай қалғаны орын алып барып қою. Мына жерге алып барып қоя саламыз. x тең 3-тің квадраты 9-ға, x тең 3-тің минус 1 дәрежесі 1 бөлі 3-ке. Яғни бізде 1 бөлі 3 пен 9 деген жауаптар А жауабы болды. Демек 16 сұрақта А жауабы дұрыс болады екен бізде. Немесе тағы бір тәсіл оқушылар өздерің үйреніп қалған жауапты орнына қойып жұмыс жасауға да болады. Керемет, сонымен сіз тексере салуға болады. Егер әдісті ұмытып қалған жағдайда, немесе әдісті білмейтін оқушылар болса, сондай кезде жауаппен жұмыс жасасақ болады. Ары қарай жылжимыз. Келесі 17-ші есеп. Бізге андай теңдеулер жүйесі беріліпті. Мына теңдеулер жүйесінің шешімі болса, яғни x0 мен y0 деген шешім болса, онда 3-тің x0 дәрежесі қосу 4-тің y0 дәрежесі өрнегінің мәнін табуымыз керек екен бізге. Енді бұл жүйені шешу қиын емес оқушылар. Түрі біраз оқушыларға қорқынышты көруі мүмкін. Бірақ мұнда қараңдар, 4-тің x дәрежесі 4-тің x дәрежесі бірдей, 5-тің y дәрежесі 5-тің y дәрежесі бірдей. Біз айнымалылардың осы жерден біреуінен құтылып алсақ жеткілікті. Қайсынан құтыламыз? Давайте x-тан құтыла салайық. Яғни біз былай істейік, мына жүйені бірден біріншісін 5-ке, екіншісін 2-ге көбейтейік. Біріншісін 5-ке көбейтсек, 10 көбейту 4-тің x дәрежесі қосу 15 көбейту 5-тің y дәрежесі тең 55 болады. Екіншісін 2-ге көбейтсек, 10 көбейту 4-тің x дәрежесі қосу 8 көбейту 5-тің y дәрежесі тең 48. Ары қарай екеуін азайтсақ. Азайтқан кезде ана екі бірдей отырған өрнегіміз жойылып кетеді. 15-тен 8 азайтсақ, 7 көбейту 5-тің y дәрежесі тең 7. Мына 7-ні оң жақ бетіне бөлуді өткізсек, 5-тің y дәрежесі тең 1-ге болады. Яғни бұл 5-тің 0 дәрежесі. Демек, бұдан y тең 0 деген жауап шығады екен. Бір жауап табылды. Ары қарай x табу үшін орын алып барып қою жеткілікті. Давайте біріншісіне қоя саламыз. 2 көбейту 4-тің x дәрежесі қосу 3 көбейту 5-тің 0 дәрежесі тең 11. 5-тің 0 дәрежесі 1-ге тең, демек мына жерден 3 шығады. 3-ті оң жақ бетіне минус деп өткізсек, 2 көбейту 4-тің x дәрежесі тең 8, 4-тің x дәрежесі тең 4, мұнда жазылмайтын 1 бар, демек x тең 1 деген жауапты алады екенбіз. Енді бұларды алып барып орнына қояйық. Мына жерге қарайтын болсақ, мына жерге 1-ді, мына жерге 0-ді қоямыз. Яғни 3-тің 1 дәрежесі қосу 4-тің 0 дәрежесі. 3 қосу 1 тең 4 деген жауап пайда болды екен. Демек бізде дұрыс жауап Д жауабы болады екен. Есепті бір қорытып алыңдар, егер түсініксіз жер болса, сұрақ қойсаңдар болады, немесе скриндап алсаңдар болады. Каналға сақталама дейді. Сақтап қоюға тырысамыз. Сол кезде қайта-қайта қарап
қайтып алуларыңа болады. Пока сонда да скринді ала беріңдер. Так, ары қарай жалғастырайық. Келесі есеп. Так, y тең 4x минус 1 бөлі x плюс 2, мұндағы x тең емес минус 2 функциясының кері функциясын табыңыз деді. Жақсы. Бұл есеп енді біраз адамға таныс емес болуы мүмкін, бірақ шығару жолы өте қарапайым, түсініп алыңдар. Кері функция қалай табылу керек. Жалпы бізде мұнда y тең деп x қатысқан өрнек тұр ғой, иә? Осыны біз x тең деп y қатысқан өрнекке келтіруіміз керек. Ол үшін былай жасайық. Мына тұрған y бөлі 1 деп алайық. Тең 4x минус 1 бөлімінде x қосу 2. Яғни пропорциясы 2. Так. Мына екені көбейтейік. 4x минус 1-ді 1-ге көбейтсек, 4x минус 1 тең y-ді x плюс 2-ге көбейтейік. xy плюс 2y. Енді осы жерден x-тарды сол жағына жинақтаймыз, ал қалған өрнекті оң жағына жинақтаймыз. Минус 1 оң жағына плюс 1 деп ауысты, мұна xy сол жағына минус xy деп ауысты. Енді екеуінен де жақшан сыртына x шығамыз. Біріншісінен 4 минус y болады, тең 2y плюс 1-ге. Және осы жерден x табатын болсақ, 2y плюс 1 бөлімінде 4 минус y. Жақсы. Енді ары қарай істейтін мәселе, тек мына x-ның орнына y жазамыз, ал y-тардың орнына x жазамыз. 2x плюс 1 бөлімінде 4 минус x бар болған осы. Демек, біз кері функцияны тауып алдық. Бізде дұрыс жауап қайсы болып тұр қазірде? Так. 2x плюс 1, 4 минус x, яғни A жауабы болып тұр екен. Керемет. Түсінікті бол ма? Кері байланыс жасайшы бір. Көрініп тұр ма? Күнде бола ма ағай дейді. Иә, барынша кешкі уақытта қол болса да жасап отыруға тырысамыз. Сендерге де пайдалы болу үшін. Кері байланыс жасайық, есеп түсінікті бол ма? Иә, бізде айтқан задержка бар, 10 секундта. Иә, зор оңай екен ғой дейді. Жақсы, керемет, үйреніп алуымызға болады барлығымыз. Онда ары қарай жылжимыз. Так, келесі деп. Бізде 19-шы есепке келіп қаппыз. Так. Жақсы. Ромбтың биіктігі 4 см, ал кіші диагоналі 2 түбірасты 5 см болса, онда ауданын табыңыз дейді. Жақсы. Біз не істейміз? Ромб салып алайық онда. Ромб салып алайық. Ромбтың биіктігі 4 см. Мына жерден биік түсірейік. Ол 4-ке тең болсын. Жақсы. Және кіші диагональ дейді, 2 түбірасты 5. Оқушылар, кіші диагональ деген мына доғал бұрыштардың арасын қосады. Өйткені мынау тірек қой бізде, ал мына екінші диагональ қосатын болса, бұл ұзын болып кетеді бізде. Бізде мынау 2 түбірасты 5-ке тең екен. Енді ары қарай бұл жерден не жасауға болады? Бізде қазір мына бұрышымыз 90 болса, онда оң жағы 90-ға тең. Демек, мен мына жерді таба аламын, иә? Так, мынаны y деп белгілей тұрайын. Сөйтіп Пифагор салып алайық. 4-тің квадраты плюс y-тің квадраты тең 2 түбірасты 5-тің квадраты. Онда y квадрат, 2 түбірасты 5-тің квадраты. 4 көбейту 5-іміз 20 минус 16. Яғни 4 шықса, бұдан y тең 2 екенін тауып аламыз, иә? Так, енді y 2-ке тең болса, мына жердің кесіндісі 2-ке тең екен. Мына ұзындық 2-ке тең. Так, ары қарай не істей аламыз? Бізге не керек өзі? Ауданын табу керек па? Так, жақсы, аудан табу үшін ромбтың ауданының формуласы, так, S тең AH деген формула. Бізде H бар, 4-ке тең ол. Бізге мына қабырғаны табу жеткілікті. Демек, онда мен былай жасайын. Мына жерде x деп алайын. Сонда жалпы қабырғамыз неге тең болады? X қосу 2-ке тең болады. Енді мен мына қабырғанда x қосу 2 деп белгілеп алсам болады, өйткені бізде не? Ромбта барлық қабырғалары тең оның, иә? Демек, сол жағындағы тік бұрышты үшбұрыш үшін Пифагор теоремасын орындау жеткілікті болды. X квадрат плюс 4-тің квадраты тең x плюс 2-нің квадраты. X квадрат қосу 16 тең x квадрат қосу 4x қосу 4-ке. Онда x квадрат пен x квадрат жойылып кетсе, 16-дан 4 азайтсақ 12 тең 4x. Яғни x тең 3 деген жауап шығады екен. Демек, x 3-ке тең болса, мына қабырғаның ұзындығы бізде 3 плюс 2 5-ке тең екен. A 5-ке тең, ал h нешеге тең бізде? 4-ке есепте берілген. Демек, s тең a көбейту h-ымыз 4 жердегі 5, 20-ға тең деп жауапты белгілеп қойсақ болады. Бізде дұрыс жауап a жауабы екен. Жақсы. Бұнда бір скринді алсаңыздар болады. Кейін қайталап басқай қарайсыздар. Пифагор теоремасын 2 рет қолдану және s тең ah екенін білу жеткілікті оқушылар бұл жерде. Жақсы. Ары қарай жылжысақ. Келесі 20-шы есепке келдік. 20-шы есепте бізде геометриялық прогрессияның
алғашқы 4 мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Бұл біріншісі минус 4 болса, екіншісі 3 болса, яғни бізге q табу үшін екінші мүшесін бірінші мүшесіне бөлу жеткілікті, яғни q минус 3 бөлу 4-ке тең екен. Енді ары қарай S4 табайық. S4 бізде формула қандай еді? B1. 1 минус q-дің 4 дәрежесі бөлімінде 1 минус q еді. Орындайық. Бізде B1 минус 4-ке тең. 1 минус, мұнда q-дің 4 дәрежесі болса, минус 3 бөлу 4-дің 4 дәрежесі бөлімінде 1 минус 3 бөлу 4. Жақсы? Минус 4, 1 минус, мұнда не шығады? 3-дің 4 дәрежесі деген бізде 81, ал 4-дің 4 дәрежесі деген неше? 256 бола ма? Бөлшектің бөлімінде 1 плюс 4-тен 3 болып кетеді. Минус 4 көбейту. Мұнда ортақ бөлім 256-дан берсек. 256, одан 81-ді азайтса қанша болды бізде? 19, 60, 75 бола ма? 175. 175. Бөлімінде 4-тен 7. Мұнда номиннан қысқартсақ 64 қалады. Демек қалай болды? Минус 175 бөлу 64 көбейту 7-ден 4. Жақсы. Енді нан 4-ке қысқартсақ 16 қалады. Алынан 7-ге қысқартсақ 25 қала ма? 140, 35, 175 дұрыс. Демек жауабы минус 25 бөлу 16 болады екен. Кәдімгі формула саламыз, тек бөлшектермен жұмыс жасаған кезде таңбадан шатас қалмау керек екен. Әйтпесе жауабы оңай шығады екен. Минус 25 бөлу 16 деген бізде Б нұсқасы дұрыс болады екен, оқушылар. Жақсы, ары қарай жылжиық. Келесі есеп. Бізде 21-ші есепке келіп қалыппыз. Ол векторларға берілген керемет есеп. Егер А векторының ұзындығы 2 және Б векторының ұзындығы 5 болса, және А мен Б векторларының арасында бұрыш 120 градус болса, онда X-ның қандай мәнінде P және Q векторлары перпендикуляр болады. Жақсы. Перпендикуляр. Ол не дұрыс? Екі вектордың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Өйткені олардың арасындағы бұрыш. Бізде негізі екі вектордың скаляр көбейтіндісі былай табылатын еді ғой. Модуль P көбейту, модуль Q көбейту, косинус фи деп екеуінің арасында бұрыш алынады еді ғой. Перпендикуляр болса 90 градус, 90 градуста мән 0 болғаннан кейін, мына өрнек 0-ге тең болу керек болады. Жақсы. Біз демек мына P мен Q-ді көбейтіп 0-ге теңестірейік. Бізде P-ның орнында не тұр? X A вектор минус 13 B векторы. Көбейту. Q-дің орнында 2A минус B. Кәдімгідей жақшаны ашайық. X-аны 2A-ға көбейтсек, 2xa квадрат. Одан кейін минус x-аны минус b-ға көбейтсек. X көбейту a, b. Олардың үстінде бәріне вектор белгісі бар, Минус 13b-ны 2a-ға көбейтсек, минус 26a, b. Ал минус 13b-ны минус b-ға көбейтсек, плюс 13b квадрат. Жақсы. Бізде енді бұлай оқушылар, мына нәрсе естерінде болсын. Вектордың квадрат тұрған кезде біз оның орнына мына ұзындығының мәні, яғни 2-ні қойып қолдана аламыз. Мына жерге біз 2-нің квадрат деп қой жерсек болады. Ал мына b-ның орнына 5-ті қой жерсек болады. 5-тің квадраты деп. Бірақ мына a көбейту b деген жерлерге ол 2 мен 5-ті қоя алмаймыз. Өйткені ол a көбейту b деген скаляр көбейтінді арқылы есептеліну керек. Модуль a көбейту модуль b көбейту косинус a мен b-ның арасындағы бұрыш қойылу керек мына жерге. Яғни біздің жағдайда 120 деп берілген. 120. Осының өзін есептеп алайық. Қалай болды екен? Бізде a-ның ұзындығы 2, b-ның ұзындығы 5, ал косинус 120 градустағы мәні бізде қалай еді? Минус 2-ден 1. Демек, мына 2 мен 2-ні қысқартсақ, минус 5 шығады екен. Демек, мен мына a көбейту b дегеннің орнына уже минус 5-ті қоя беремін. Мына жерге минус 5-ті қоямын, және мына жерге минус 5-ті қоямын. Жақсы. Мына өрнек бізде 0-ге тең болу керек еді, скаляр көбейтінді. Енді жазайық. Мұнда қараңдар, 2, 2-нің квадрат 4, на 2-ге көбейтсек 8x. Мұнда минус 5, онына минус x-қа көбейтетін болсақ, плюс 5x болады. Жақсы. Мұнда минус 26-на минус 5-ге көбейтсек, плюс 130, ал мұнда 5-тің квадрат 25, 25-ті 13-ге көбейтсек неше болды? 250, 75 болса 325 бола ма?
Так, плюс 325. Осы 0-ге тең болу керек екен. Бұдан не шығады? Так, 13x тең. Так, 455 бола ма? 455 болады. Ары қарай 455-ті 13-ке бөлсек. Так. Мәссаған, баған түрінде бөлу керек болды. 45-тің ішінде 13 3 рет бар. 39. Так, азайтсақ 6. 65-тің ішінде 5 рет бар. Яғни x тең 35-ке. Біз қай жерде қайда кеттік? Мына жерде минусты ұмытып кеттік, оң жағына өткен кезде минус өту керек және минус 35 шығу керек екен жауап. Демек, x-тің мәні минус 35 болады екен. Так, мына есепті түсіне алдыңдар ма? Кері байланыс беріңдер осы жерде бір. Әжептәуір шатастыратын есептердің біреуі бұл. Бірақ қарасаңдар мұқият үйренгеннен кейін, енді біразымыз біз бұл тақырыпқа жетпедік, осы тақырыпқа жеткеннен кейін жақсылап түсініп аламыз. Ал тақырыпты өтіп қойған оқушыларға қатты қиындық туғызбайды бұл. Жақсы, иә, тақырыпты өтіп қойған оқушыларымыз иә деп кері байланыс беріп жатыр. Ал өтпегендерге сәл қиындық туғызғаны көрініп тұр. Жақсы. Ары қарай жалғастырайық. Иә, зор, бірақ қайтадан қарап шығу керек дейді. Иә, скринді алсаңыз қайтадан бір қарайсыңдар, Бек мырза. Кеттік ары қарай. Келесі есеп. Суретте берілген функцияның графигінің формуласын жазып, y тең 128 болғандағы аргументтің мәнін табыңыз дейді. Жақсы. Бізге мынандай бір функция беріліпті. Енді біз бұның не бұл y тең a-ның x дәрежесі үлгісі беріліпті. Қалай болатынын табайық. Бұның жалпы тауып алу үшін бізге 1-2 нүктені білу жеткілікті нақты өткен. Мысалы, мына жерді қарасақ болады. X-тің орнына 3 қойғанда, мына жерде x-тің орнына 3 қойғанда y 1 шығу керек екен. Осыны жерге қойып көрейік. Y 1 болса, a онда 3 болу керек екен. Енді бұл жерден так. Дұрыс қойдық па? X-тің орнына 3 қойғанда y-іміз 1 болу керек. Жақсы. Бұл a-ның қандай мәнінде болады бізде? 1 болған кезде, бірақ бізде a1 болуы мүмкін емес қой. Значит, бұл жерде график жылжыған. Жалпы бізде мынандай еді, қараңдар. Пластик. График сендерге түсіндіру керек болды. Так. Бізде y тең a-ның x дәрежесі деген функция бар. Y тең a-ның x дәрежесі. Енді бұл x-тің орнына 0 қойған кезде міндетті түрде 1-ді береді. Мына бір жерден өту керек ол. Мына бір жерден қиып өту керек та бізде. Так, демек оның график примерно былай болу керек та. Ары қарай мына жерде 2 болса, басқа 3 болса. Ал енді бізде қараңдаршы, ол мына жерден емес, қайдан өтіп тұр? 3-тен. Демек бұл нені білдіреді? Бұл біздің график 3 бірлік 10-ға жылжыған деген дүниені білдіреді. Демек бізде y тең a-ның x дәрежесі емес, y тең a-ның x. Так, 10-ға жылжыса x минус 3 дәрежесі болып тұр екен, иә. Енді ары қарай осы жерден тексеріп көруге болады. A-ның орнына мән қойып көрсек те болады, немесе жаңағыдай бір 2 нүктені қою арқылы анықтап алуға да болады, иә. Так, енді мұнда 3-ті қойсақ 1 шығады дейді. 3-ті қойсақ 1 шығатыны түсінікті, бірақ ол бізге a-ның мәнін тауып бере алмайды. Одан басқа бір нақты өткен жерді қарайық. Біз мына жерді қарастырайықшы, мына бір нүктені. Мына нүктені қарасаңдар, міне x-і 5-те, y-і 4-ке сәйкес келіп тұр, иә. Осы жерді қойып көрейікші қазір. Y-тің орнына мен 4-ті қоям, тең a, ал x-тің орнына 5-ті қоям. 5-тен 3 жазсам 2 болады. Ең түсінікті болды дедім. Қандай санның квадраты 4-ке тең бізде? Әрине 2-нің. a-ның мәні 2 екенін осылай тауып аламыз. Демек, мына біздің функциямыз y тең 2-нің x минус 3 дәрежесі екен. Тексеріп көруге болды. Мұнда 3-ті қойсақ, 3-тен 3 жазсақ 0, 2-нің 0 дәрежесі 1-ге тең. Так, одан кейін 4-ті қойсақ, 4-тен 3 жазсақ 1, 2-нің 1 дәрежесі 2-ге тең, мінекей сәйкес келіп тұр. 5-ті қойсақ, 5-тен 3 жазсақ 2, 2-нің квадраты 4-ке тең. Ары қарай енді 6-ны қойған кезде азайтсақ 3, 2-нің кубы 8-ге тең деп жоғарылап кетеді. Ол бізге суретте көрінбеген. Енді бізге айтады, y тең 128 болғанда аргументтің мәнін табыңыз. Аргумент деген не бізде? X-тің мәнін табыңыз деген сөз, иә. Жақсы, мұнда 128-ді қойсақ, тең 2-нің x минус 3 дәрежесі. Так, 128 деген бізде 2-нің неше дәрежесі? 5 дәрежесі 32 болса, 64, 128, яғни 7 дәреже. Тең 2-нің x минус 3 дәрежесі. Бұдан x минус 3 тең 7 болса, x тең 10 екенін оп-оңай тауып алуға болады екен, яғни жауабымыз x тең 10 болады. Бұл да қызық есептердің біреуі. Тестте көп кездесе бермейді, ал келіп қалған кезде біраз оқушы шатасып қалады. Әрине бұл жерде ең шатастыратын нәрсе мынау. Y тең a-ның x дәрежесі деп бергенде жаңа жылжыған деген нәрсені түсінуіміз керек осы нәрсені. Бұл есептерді скринде алсаңдар болады. Жақсы. Біз ары қарай жылжайық. Келесі бізде 24-ші есепке қойыппыз. Керемет есеп.
x минус 4, 2x минус 1, x плюс 3 бөлімінде кішіне тең 1-ден дейді. Жақсы. Мынау бізде көрсеткіштік теңсіздік. Енді бұл жерде оның негізінің өзінде x айнымалысы қатысқан екен, иә. Бұл енді бізде біраз проблема туғызады. Енді бұл жерде жауаппен жұмыс істеп көруге қалай қарайсыңдар, есепті жеңілдету үшін. Өйткені қазір мен шығару жолын көрсетсем, бір кемі 3-4 минут уақытымыз кетеді және біраз оқушылар қиналады. Бұл жерде жауаппен жұмыс істеуге болады. Яғни қалай? Мысалы бізде жалпы көрсеткіш теңсіздік болса, ондай бар. A-ның x дәрежесі, ax дәрежесінде f от x болса, мысалы кішкене тең мұнда ax j от x болса дәрежесінде, бізде бірді келтіріп алуға болады. x минус 4-тің 0 дәрежесі арқылы келтіріп алуға болады. Осылай алсақ, бізде тура логарифмнің негізі сияқты мынандай шарты бар. Мынаны екі жағдайда қарастырамыз. ax біреуінде 0 мен 1-дің арасында деп аламыз. Онда теңсіздік белгісі ауысып кетеді да f от x үлкеннен тең j от x болу керек. Ал екіншісінде ax-ті 1-ден үлкен деп алуымыз керек. Енді қазір былай істейікші. Мен мына жерден 1-ден жауап болмайды деп айтыламын. Неге? Бізде минус шексіздіктен минус 3-ке дейін деген жерде мысалы минус 4 деген сан бар. Мына жерге қойсам минус 8 болды. Ал бізде негізінде теріс сан болуы мүмкін емес. Сол себепті бізде Б жауабы қате кетеді. Мына жауапты қарасақ, 0,5 пен 5-тің арасында мысалы 1 деген или 2 деген сан бар, иә. Ал мына жерге біз 2-ні қойсақ, 2-ден 4 азайтсақ не болады? Бұл да теріс сан болып қалды. Демек бізде Д жауабы дұрыс емес. Демек бізде қазір 2 жауап қалды. А және С жауаптары. Бұның қайсысы дұрыс? Біреуі 4 пен 5-тің аралығы, біреуі 5-тен үлкен. Енді бұны тексеру қиын емес. Былай жасап көрейік. Мен бір санды қойып көрейін мұнда. 6 деген санды қойып көрейін. Аралықтан. Егер ол 6 жауапты қанағаттандырса, дұрыс жауап А болу керек. Ал 6-ны қойған кезде қате шешім шығып қалса, онда дұрыс жауап С болады. Так, 6-дан 4 азайтсақ 2 дәрежесінде 6-ны 2-ге көбейтсек 12, 1-ді азайтсақ 11. Бөлімінде 6 3-ті қоссақ 9. Кішіне тең 1-ден. Дәрежесі 11/9 деген 1-ден үлкен сан, иә. Ал 2-ның 1-ден үлкен дәрежесі міндетті түрде 2-ден үлкен сан болды. Ал ол 11-ден, то есть 1-ден кіші емес. Демек біз 6-ны қойған кезде қате болып қалды. Демек бұл да жауапты қанағаттандырмайды екен. Онда бізде дұрыс жауап С 4 пен 5-тің аралығы деп аламыз, иә. Ал толық шығарылуымен жолымен керек болса, тура осылайына 1 дегенде x минус 4-тің 0 дәрежесі деп тұрып, мана екі шартпен теңсіздік ауысады, ауыспайды дегенмен шешіп, соңында шешімдерді біріктіруіміз керек болады. Так, жақсы, ары қарай жалғастырайық. Келесі. Бізге мындай есеп берілді. 25-ші есеп. Суреттегі сызықтармен шектелген әрі боялған фигураның ауданын табыңыз деді. Әжептәуір есеп екен бұл. Так, біз өзден істей аламыз. Так. Көшіріп жасалайық. Жақсы. Бізге былай істеуге болады. Бізде бұндай жағдайда негізгі жерден биік түсіреміз, иә. Ортадан биік түсіреміз. Биіктігіміз қисайып кетті бізде. Мына жерден биік түсіреді. Мақұл, қисайып кетсе де қарай берейік. Енді бұны қалай жасаймыз? Мына жақты S1 деп бөлек табамыз, мына жақты S2 деп бөлек табамыз. Бізде по идее S2-ні табу қиын емес, өйткені ол тікбұрыш үшбұрыш тұр, иә. Қарасам мына жер 1 см, онда 1, 2, 3, 4 см. Яғни 4 көбейту 1 бөлу 2. S2-нің мәні 2-ге тең. Бұл бізде оп-оңай шыға келеді. Бізге табу керек S1-дің мәнін. Оны қалай табамыз? S1 тең. Так, мұнда интегралдаймыз. S1 табу үшін 2 мен 3-тің аралығында мына жерде. 2 мен 3-тің аралығында. Так, үстіндегі функциямыз бізде 2-нің x дәрежесі минус 4. Жақсы. Енді 2-нің x дәрежесінің интегралы қандай бізде? 2-нің x дәрежесі бөлу ln 2 еді. Минус 4x. Енді осыған біз қазір 2 мен 3-ті қоюымыз керек болды. Алдымен 3-ті қойсақ. Так, 3-ті қойған кезде 2-нің кубы 8 бөлу ln 2 минус 12 болады. Азайту. 2-ні қойған кезімізде 2-нің квадраты 4 бөлімінде ln 2 минус 4-ге көбейтсек 8 болды. Жақсы. Енді не істейміз? 8 ln 2 минус 12 минус 4 ln 2 плюс 8 болып кете ма? Дұрыс жаздық қой барлығын, иә. Бұдан мына екеуінің бөлімдері бірдей. 8-ден 4 азайтсақ 4 бөлімінде ln 2, ал минус 12 8 болсақ минус 4 деген жауап шығады, иә. 4 ln 2 4 бөлу ln 2 минус 4. Бұл S1 бізде. Жақсы. Енді оған біз S2-ні қоссақ. Демек жалпы S-іміз былай болады.
4 бөлімінде ln2 минус 2 болады. Яғни минус 4-ке 2-ні қоссақ минус 2 пайда болады екен. Енді бізде варианттарға қарасақ, бұндай вариант жоқ. Демек, бұл жерде не істеген? 4-ті алдына түсірген. 1 бөлу ln дегенде логарифм e негізді 2 минус 2 деп жазған. Одан кейін бөлшекті кері айналдыратын ереже бар еді бізде. 4 көбейту логарифм 2 негізді e деп e мен 2-нің орнына ауыстыратын, минус 2. Демек, бізде дұрыс жауап қайсысы болды? Қазір мұнда Б жауабы дұрыс жауап болды есепте. 25-ші есеп білесіңдер, әдетте кішкене қиындау есеп кездеседі, осы есепке мұқият болу керек, бірақ интеграл тақырыбын және аудан тақырыбын өткен оқушыларымыз үшін бұл есеп қиындық туғызбайды. Бір скринді алыңдар және кері байланыс беріңдер. Түсінікті болды ма, есеп қалай болды? Так. Ары қарай жалғастырайық. Дауысым естіліп тұр ма сендерге? Осы тақырыпты өтсек, жақсы түсінікті болатын сияқты. Құдай қаласа осы тақырыпты өтсек, сол кезде көбірек түсінікті болады. Есептің өзі де оңай емес, андай екі ауданды қосатындай ең ішіндегі күрделірек деңгейі берілген. Жақсы, ары қарай жылжимыз. Бізде келесі есеп. Жақсы, контекстке келіп қалыппыз. 26-шы сұрақ. Так, контекст қалай екен бізде? Санжар бағасы 34.200 теңге тұратын құлаққап сатып алу үшін қаңтар айынан бастап ақша жинамақшы болды. Ол бірінші айда 2200 теңге, ал келесі айдан бастап әр айдың 10-шы күні алдыңғы айға қарағанда 400 теңге артық салып отыруды жоспарлады. Жақсы, мамыр айында салынған ақша, барлық жинаған мамыр айында салғаннан кейін Санжардың барлық жинаған ақшасы дейді. Жақсы, бұны қайтамыз. Так, бедейік. Жалпы былай істеп алайық. Бізде бірінші айда ол, яғни қаңтар айында 2200 теңге салған, Келесі екінші айда 400 теңге артық болса 2600 салады. Үшінші айда 3000, төртінші айда 3400, бесінші айда 3800, осылай кете береді. Алтыншы айда 4200 деген сияқты. Енді сұрақты түсініп алайық. Мамыр айында салғаннан кейін Санжардың барлық жинаған ақшасы. Яғни бізде мамыр деген 5-ші ай, қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, Яғни осы жерде қазақша ай атауларын білмейтін оқушыларымызға бір шама қиындық туып қалуы мүмкін. Так, енді қосып жіберсек жеткілікті деп ойлаймын, Так. Қосудың гаусс әдісін қолдансақ болады. 2200-ге қосамыз 3800-ді, бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 5-ге. Так, мұнда қоссақ 5 6000, 2-ге бөлсек 3000, 5-ге көбейтсек 15000 деген жауап шыға келеді екен. Демек бізде 26-шы есептің жауабы 15000 деген жауап болады екен. Есеп қиын емес, идеясын түсінасында ол. Сұрағына сәл мұқият болу керек. Мамыр айында салғаннан кейін Санжардың барлық жинаған ақшасы, яғни мамыр айындағы қосып есептеліп тұрды бізге. Яғни 5-ші айды саламыз, и сол 5 айдың ішінде қанша болғанын табу керек. Егер гаусс әдісін білмесеңдер, бір-біріне калькулятормен қосып жібере салуға болады, Жақсы. Түсінікті болса, келесі сұрақ. Санжардың наурыз айында салатын ақшасы, яғни наурыз деген бізде 3-ші ай еді. Оны былай істесек болады, артық айтып қарай салайық. 3-ші айда салатын ақшасы 3000 теңге деп жауап бере салайық, Немесе жаза салсақ та болды, ерінбей. Бірінші ай 2200, 400 қоссақ 2600, және 400 қоссақ 3000 болады. 3-ші айда наурызда 3000 теңге салады екен. Мәселен, осындай контекст келіп қалса, плюс 5 балл бар ғой, мен оқушыларымда Құдай қаласа. Құлаққап сатып алуға қажет ақшаны Санжардың жинап біткен айы дейді. Яғни қанша айды қосқанда 34200 теңге шығады дейді. Енді бұл есеп шешудің екі түрлі жол бар. Біріншісі мынаны SN ретінде қарастырып, арифметикалық прогрессиямен қосындысымен алу. Бірақ мен сендерге айтатыным, бұны бұлай талаба салған жеңіл. Так, бірінші айда 2200 салса, екінші айда 2600, үшінші айда 3000, төртінші айда 3400, бесінші айда 3800, бізде қаншаншы айға дейін барған, ең соң қыркүйек, қазан 10-шы айға дейін екен. Яғни максимум 10-ға дейін жасақ жеткілікті екен. 6-шы айда 4200, 7-ші айда 4600, 8-ші айда 5000, 9-ші айда 5400, 10-ші айда 5800 бола ма? Дұрыс жаздым деп ойлаймын. Так, бізде жаңа бұдан алдыңғы есепте мына жерге дейін қосқан кезде 15000 теңге шығып еді, Так, енді оған 6-шы, 7-ші айларды қосатын болсақ. Так, мынаны қосатын болсақ 19200 болады. 4600-ды қоссақ 23800 болады.
оған 5000-ді қоссақ 28800 болады. Оған 5400-ді қоссақ, осымен шығып қалды, иә. Мынау 28-ге 5-ті қоссақ 33, яғни 34200 шығады екен, иә. Яғни қай жерден шықты? 9-шы айды қосқан кезде шықты. Бізге 10-шы айдың керегі жоқ екен. Демек, санжардың жинап біткен ай десе 9-шы ай. Енді 9-шы айды санауымыз керек. 9-шы ай қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, яғни оқудың басталатын 9-шы ай сентябрь айы қыркүйек айында екен. Демек, дұрыс нұсқа С жауабы екен. Келесі сұрақ. 7-ші рет салған соң санжардың әлі қанша ақша жинау керектігін табыңыз. Енді бұны табу үшін артқа қайта салайық. Так, 7-ші рет салғаннан кейін 8-ші және 9-ші төлем керек қой, иә? Демек 5000 және 5400, яғни 10400 теңге салу керек екен келесі сұрақта. 7-ші рет салғаннан кейін тағы қанша ақша салу керек дейді толу үшін. Демек 8-ші 9-ші төлемнің қосындысы 5000 мен 5400-дің қосындысы. Демек бізде 10400 деген С нұсқасы болады екен 29-ші сұрақта. Керемет. Келесі сұрақ. Санжардың соңғы айда салған ақшасы. Жақсы, тағы да артқа қайтамыз. Бізде жаңа соңғысы 9-ші айда 5400 теңге еді. Демек 5400 теңге салған екен Санжар соңғы айында. Керемет. Жеңіл контекст. Келіп қалса, дайын 5 ұпай бар деген сөз бізде. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі 31-ші сұраққа келдік. Так, f от x функциясы берілген минус x куб. Сәйкестендіріңіз. f от 2-дегі және f от минус 2-дегі. Мынау тегін 2 болып жатқан кезде оқушылар бұл нені білдіреді? Мына берілген функцияда x-ның орнына 2-ні қой деген сөз. Яғни мына жерге минус 3 көбейту 2-нің кубы. 2-нің кубы 8, минус 8-ге көбейтсек минус 24 біріншісінің жауабы. Екіншісі минус 2-ні қойсақ, минус 3 көбейту минус 2-нің кубы. Бұдан минус 3 көбейту минус 8 шықса 24, иә. Бұл біріншісі минус 24, екіншісі 24, екеуі де жауапта бар. Осылай таңдап ала саламыз. Біз скриндаған кезде осылай скрин жасап алғанбыз. Демек, жеңіл есеп екен оқушылар. Жақсы. Ары қарай жылжимыз. Так. Бізде 32-ші есеп. Шеңбердің радиусы 5 см, O нүктесі шеңбердің центрі және М түзуі берілген, O нүктесінен М түзуге дейінгі қашықтық X болсын. Түзу мен шеңбердің өзара орналасуына сәйкестендіріңіз дейді. Жақсы. Яғни қалай? Қашықтық 5 болған кезде, 3,5 болған кезде нұсқалар қиылса да, жақсы. Так, бізде олай түсіндірейік. Так, наскочты алсақ, шеңбер ретінде шықпысы болады. Как раз шеңбердің бұның радиусы 5-ге тең. Центрінен мына жерге дейін 5 см екен, иә. Енді М түзуі болсын, иә, ручкамыз біздің. Енді олардың орналасуын қараңдар да, ол қалай орналасуы мүмкін жалпы бізде шеңбермен түзу. Шеңбермен түзу егер былай орналасса, олар қиылыспайды деп аталады. Егер былай орналасса, яғни олардың бір ғана ортақ нүктесі болса, онда олар жанасады деп аталады. Ал егер олар былай орналасса, онда шеңбермен түзу екі нүктеде қиылысады деп аталады. Енді осыны қазір сызбамен қарастырайық біз. Так, бізге берілген мынандай шеңбер, оның радиусы 5-ге тең. Енді біріншісінде түзу мен шеңбердің арасында қашықтық 5 см болса, как раз осы қашықтық болды. Яғни бірінші жағдайда бізде түзуіміз мынаған жанап өтеді екен, бір нүктеде тиіп өтеді екен. Осы бір нүктеде. Демек, бірінші жағдайда x тең 5 болса жанасады деген. Үшіншісіне бізде так, демек, мынау былай келеді, мынаған сәйкес келеді екен, иә. Біріншісінде x тең 5 болған кезде түзу мен шеңбер жанасады деп аталады. Ал 3,5 см болғанда ше, шеңбер, оның радиусы 5 болса, енді центрден қашықтығы 3,5 болса, шамамен мына жерге келеді ғой, иә. Сонда біздің түзуіміз примерно былай өтеді. Демек, ол не істейді? Екі жерде қиылысады екен. Яғни екінші сұрағымыздың жауабы түзу мен шеңбер екі нүктеде қиылысады деген жауап болды екен, бірінші тұрған жауабымыз. Яғни бұл оп-оңай есеп. Идеясын бір түсініп алсаңдар, тегін 2 ұпай бар бұл есептерде. Келесі сұрақ. x куб минус 7x минус 6 көпмүшесі берілген, сәйкестендіріңіз түбірлерінің қосындысы, түбірлерінің көбейтіндісі. Жақсы, бұл бізде 3 дәрежелі теңдеу берілген, яғни біз бұл есеп шешкен кезде істейтінбіз. Бұның түбірлерін тауып алуға да болады, түбірмен жауаппен жұмыс істеуге де болады, немесе бір түбірін табу арқылы баған түрінде бөліп, қалған квадрат теңдеуді шешіп алуға болады, Қайсымен жұмыс істейміз? Лайфхакпен жұмыс істейміз ба? Бізде қазір так. Онда көбейтінде минус 6 болса. Так, демек, жауап 6-ға еселі сандар болады. Әрине жерде коэффициент 1 болған кезде. Демек, бізде 6 қандай сан бөлінеді? 1-ге, 2-ге, 3-ге, 6-ға. Минус 1-ге, минус 2-ге, минус 3-ге және минус 6-ға. Осы сандарға бөлінеді екен. Енді біз бұлардың ішінен қайсылар жауап болатынын тексеруіміз керек. Так, бір тексерсек, бірді орнына қойсақ, 1, минус 7, минус 6.
бізде қалай болды? Минус 12 болып қалды. Бірді қойсақ, жауап дұрыс болмай қалды. Екіні қойсақ, екінің кубы 8, екі жердегі 7 14, 8-ден 14 азайтсақ минус 6, ол минус 6 мен минус 12 кетеді, бұл да жауап боламайды. Так, 3-ті қоятын болсақ, 3-тің кубы 27, 7 жердегі 21, 27-ден 21 азайтсақ 6, 6-дан 6 азайтсақ 0. Демек, мына жауапты қанағаттандырады. 6-ны қойсақ, 6-ның кубы 216, одан 42-ні азайтып, одан 6-ны азайтсақ жауап болмайтын, түсінікті, яғни 0 болмайды, жауап болмайды, 0 шығу керек бізде. Енді минус 1-ді қоятын болсақ, онда минус 1-дің кубы минус 1, мына жерге қойсақ плюс 7 болады, минус 1-ге 7-ні қоссақ 6, 6-дан 6-ны азайтсақ 0. Жауапты қанағаттандырады деген керемет. Минус 2-ні көрсек. Минус 2-ның кубы мына жерге болса біреуін жазайын, сендерге түсінікті болсын. Минус 2-ның кубы минус 8, минус 7-ге көбейтсек плюс 14, минус 6. Минус 8-ге 14 қоссақ 6, 6-ны азайтсақ 0 болады. Демек, бұл да жауапты қанағаттандырады екен. Минус 3-ті қойсақ минус 27 плюс 21 минус 6. Минус 27-ге 21-ді қосқан кезде минус 6, ал мына бір минус 6 мен минус 12 шығып қалып 0 болмай қалады. Ал минус 6-ны қойсақ, ол жауап болмайтын, түсінікті. 216 үлгейіп кетеді, осында 0-ге тең болмайды. Демек, бұл жерде бізде 3 жауап бар екен. Минус 1, минус 2, 3 деген жауаптар. Түбірлердің қосындысы десе, минус 1, қосу минус 2, қосу 3. Бұнда 0 деген жауап шыға келеді. Ал көбейтіндісі десе, минус 1-ді көбейтеміз минус 2, көбейтеміз 3-ке. Минус пен минус плюс болды, 2 мен 3-ні көбейтіндісі 6-ны береді. Демек, біріншісінің жауабы 0, екіншісінің жауабы 6 деген жауаптар болады екен. Есеп түсінікті болды ойлаймын. Мынау лайфхак әдісі. Немесе білесіңдер, бір түбірін алып, баған түрінде бөлу арқылы шығаруға да болатын еді. Сендерге әдіс үйрене алсаңдар, керемет, жеңіл болады. Әдіс түсінікті болды ма? Жазайықшы комментарийға. Егер түсініксіз болса, сұраңдар, қай жер түсініксіз болғанын. Иә, жақсы. Барлық оқушылар иә деп жауап беріп тұр. Түсінікті болды деп ойлаймын. Так. Ары қарай жалғастырайық. Оқушылар айтқандай, каналға тіркеліп қойсаңдар болады. Құдай қаласа барынша эфир қосқан кезде колокольчик басып қойсаңдар, сендерге уведомление барып тұратын болады. Тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар, қолдап. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Келесі есеп бізде 34-ші есеп. Керемет есеп берілді. Модуль x квадрат плюс x плюс с тең 0 теңдеуі берілген, сының мәніне байланысты нақты түбірлерінің санын сәйкестендіріңіз дейді. Жақсы. Так, с үлкен 0-ден болса дейді. Және с минус 4-ке тең болса. Түсінікті. Мына жерде былай. С үлкен 0-ден болса, кез келген санды алып көруге болды. Мысалы, үлкен 0-ден үлкен болатын 1, 2, 3 кез келген бір санды ала берсек болады, иә. Так, мысалы, с-ның орнына біз 1-ді қоя салайық. Так, сол кезде қалай болды теңдеу қараңдар. 3x квадрат қосу x модуль ішінде плюс 1 тең 0. Мына жерге кез келген санды қоя беруге болады, тағы да қайталап айтамын. 3x квадрат плюс x, мына плюс 1-ді оң жағына өткізсек минус 1. Енді осы жерден кейін қандай сан болса, бірақ оң жағына өткеннен кейін минус болады ғой, иә? И бізден андай нәрсе шығады. Модульден ешқашан теріс сан шықпайды деген тұжырым пайда болды. Демек, бұның шешімі жоқ, яғни түбірі жоқ. Бірінші жағдайдың жауабы түбірі жоқ деген болады екен. Келесі, минус 4-ті қойсақшы қалай болды ол кезде? Так, 3x квадрат плюс x, мына жерде минус 4 тең 0-ге. Ары қарай бұны оң жағына плюс 4 деп өткізіп жіберсек, екі жағдайды қарастыруға болды. 3x квадрат плюс x тең 4-ге, 3x квадрат плюс x тең минус 4-ге, яғни плюс минус деп модульде екі жағдайды қарастыратын едік. Біріншіден, 3x квадрат плюс x минус 4 тең 0 болса, дискримент. Мұнда 1-дің квадраты 1, минус 4 3-ке көбейтсек 12, оны минус 4-ке көбейтсек плюс 48. Сонда 7-ның квадраты шыға ма? Ары қарай x тапсақ, минус 1 плюс минус 7 бөлімінде 6. Минус 1-ге 7-ні қоссақ 6, 6-ны 6-ға бөлсек 1 болады. Минус 1-ден 7-ні азайтсақ минус 8, 6-ға бөлсек минус 4 бөлі 3 деген жауап пайда болады. Ал екіншісінде ше, 3x квадрат плюс x плюс 4 тең 0-ге. Бұл жерден дискрименттің 1 минус, мұнда 4 жердегі ішіміз 12, 4-ке көбейтсек 48, яғни 0-ден кіші болды. Бұл жерде нақты түбірлері болмай қалады. Яғни екінші есепте 2 түбірі бар деп жауап береді екенбіз. 2 түбірі бар. Бұл жерде бізді шатастыру үшін 4 түбірі бар деген вариант қосып қойған. Неге? Мына жерге келгеннен кейін көпшілік оқушылар тастап, дискриминанттан типа анадан 2 шешім, анадан 2 шешім деп 4 түбірі бар дегенді белгілеп қою мүмкін да. Сол себепті осындай шатастыру жасаған. Демек, бірінші жағдайында түбірі жоқ, екіншісінде 2 түбірі бар деген жауаптар болады екен бізде. Жақсы. Есеп түсінікті болса, ары қарай жылжиық. Келесі есеп. Қандай есеп екен бізде? 35. О, керемет есеп.
Суретте тең қабырғалы үшбұрыштар шексіз көп дейді. Яғни мынау бірінің ішіне бір жалғасып кете береді. Бізге біреу, екеу, үшеу, төртеуін берген болды, ал шын мәнісінде ол шексіз кете береді. Әрқайсының қабырғасы алдындағылардың орта сызығына тең етіп жасалынған. Ең үлкен үшбұрыштың қабырғасы 8-ге тең. Так, сәйкестендіріңіз. Жақсы. Бірінші есептің шартын қалдырайық. Тең қабырғалы, яғни бізге берілген үшбұрыштарымыздың барлығы тең қабырғалы. Ең үлкені 8, 8, 8. Енді келесі үшбұрыш орта сызығы болса, ол мынаған параллель болады. Және ұзындығы жартысына тең болады, ол 4-ге. Екіншісінің орта сызығы мынау 4 болады, мынау да 4 болады. Осылай кетеді екінші үшбұрышымыз. Үшіншіміз енді 2, 2, 2 болды қабырғалар. Осылай жалғаса береді да бізде. Енді сұрақ. Барлық үшбұрыштардың периметрлерінің қосындысы. Так, біз былай істейік. Бірінші үшбұрыштың периметрі 8 3-ке көбейтсек 24. Екінші үшбұрыштың периметрі 4 3-ке көбейтсек 12. Үшіншінікі. Так, 2-ні 3-ке көбейтсек 6. Демек, мына жерден түсінуге болды, қараңдар, бізде шексіз кемел геометриялық прогрессия пайда болды екен. Мынау 2 есе кеміп кете береді екен барған сайын. 24, 12, 6, келесі 3, 1,5, осылай 2 есе кеміп кете береді. Демек, біз бұны шексіз кемел геометриялық прогрессияның қосындысының формасымен шығарамыз. B1 бөлу 1 минус Q. Бізде мұнда бірінші мүше 24 болып тұр периметріміз, 1 минус Q-мыз айтқандай еселік табу үшін 12-ні 24-ке бөлу жеткілікті, яғни 2-ден 1 болады, еселігі. 2-ден 1. 1-ден 2-ден 1 азайтсақ 2-ден 1 шығады. 24-ті 2-ден 1-ге бөлген кезде 48 деген жауап пайда болады. Яғни бірінші сұрағымыздың жауабы 48 болады екен. Ал екінші сұрақты көрейік. АБ табанына параллель барлық орта сызықтардың қосындысы дейді. Осы сұрақта мұқият болу керек. Бұл жерде АБ-ның өзі қосылмайды. Бұны шатастыратын вариант бар бізде. Мысалы, АБ-ның өзі тұрды, АБ-дан бастасақ басқа жауап шығады. Ал АБ-ға параллель дегеннен бастасақ басқа бір жауап шығады. Бізде АБ табанына параллель барлық орта сызықтардың қосындысы деген. Демек, біз АБ-ның өзін есептемейміз. Демек, бізде бірінші қабырға 4, одан кейін 2, оның ішіндегі 1 кете береді. Сонда қараңдар, ең бірінші қабырғамыз бізде 4 болып тұр. Одан кейін 2, одан кейін 1, одан кейін 2-ден 1 кете береді. Бұнда тур жаңа шексіз кемел геометриялық прогрессиямен салсақ, B1-іміз 4, 1 минус Q-мыз 2-ден 1 болады. 2 есе кеміп бара тұр ғой. Демек, 4, 2-ден 1 айналып кетсе, 8 деген жауап шыға келді екен. Демек, екіншісінің жауабы 8 болды екен. Біріншісінің жауабы, екіншісінің жауабы. 48-де 8 деген жауаптар пайда болады екен бізден. Есеп түсінікті болды ма? Бір кері байланыс беріп қойыңдар. Қалай болып тұр? Иә, дейді. Жақсы, керемет. Керемет, түсінікті, жақсы. Яғни бұл есепті шығару үшін прогрессияны білудің өзі жеткілікті. Ал біздің барлық оқушыларымыз прогрессияны өтіп қойған. Геометрияның дым қатысы жоқ, бұған. Келесі 36 сұраққа келіп қалыппыз, құдай қаласа, көп жауаптылар. Егер A16, B8 болса, онда мына өрнектің мәндерін табыңыз дейді. Жақсы. Так, бұл бізде қиын емес себебі. Бұны бірден орнына қойсаңдар оңай болды. Мынаны ақшамда қанша орнына бірден қойған. Мына жерге 16-ны қойсақ, 4-тен 3 көбейту 16, қосу 2-ден 1, мұнда 16 қосу 8, яғни не шығады? 24 шығады. Давайте бүйтейік. Уақыт созбай бірден 24 деп жазайық. Так, 16-ға 8-ді қоссақ, 24 минус 5 бөлу 4, А-ның орнында 16, қосу 5-тен 1, Б-ның орнында 8. Тең. Так, мұнда 4 мен 16 қысқарса 4 қалады, 3 жердегі 4, 12. Қосу 2 мен 24 кетсе 12. Минус, так, мұнда 5 бөлу 4. Так, мынаған былай істейік, мынау 1-ді 8-ге көбейтсек 8 ғой, мынаған 1-ден 5-тен ортақ бөлім берсем. Ортақ бөлім 5, 16-ны 5-ге көбейтсек 80, мынау 8 қоссақ 88 шығады. 5 пен 5 қысқарады, 4-ке қысқартсақ 1, 4-ке қысқартсақ 22. Демек, 12-12-ні қоссақ 24 минус 22, яғни 2 деген жауап пайда болды екен. Осыны белгілесек, тегін 2 ұпай тұр, яғни бізде көп жағдайда оқушылар аяқ жағында сабыр жетпей, уақыт жетпей тастап кетеді көп жауаптыларды. Бізде көп жауапты есептер негізі жеңіл болып па идейші. Тегін 2 ұпайдан жинап алуға болады, 5 есептен 10 ұпай жинап алуға болады. Қазір мына бір сұрақ, соның дәлелі, жауабы 2 және жеңіл шыға қойды. Так, келесі есепке көшейік. Мынандай есеп берілді бізге. Өрнегінің мән жатқан аралықтарды табыңыз. Керемет есеп. Так, біз бұл жерде қосындыны көбейтіндіге түрлендіру формуласын саламыз. Ана бір шумақ өлеңмен жаттап қой формуланы. Шумақ өлеңіміз қандай еді? Син кос, кос син, кос кос, син син еді өлеңіміз. Жақсы. Бізде мынау біріншісі син кос болады.
Так, формула қалай еді? 2 синус 80-ге 10-ды қоссақ 90, 2-ге бөлсек 45. Косинус 80-нен 10-ды азайтсақ 70, 2-ге бөлсек 35. Бөлімінде так, косинус 80 плюс косинус 10 болса, бұл бізде үшінші формула. Так, біріншісі син кос, екіншісі косин, үшіншісі кос кос. Демек, 2 косинус 80-ге 10-ды қоссақ 90, 2-ге бөлсек 45, косинус 35. Ары қарай 2 мен 2 қысқарады, косинус 35 пен косинус 35 қысқарады. Бізде не қалады? Синус 45 бөлу косинус 45. Енді сендер білесіңдер, ол екеуінің мәні түбірасты 2 бөлу 2 тең, екеуінікі 1 демек, жауап 1 деп шыға келеді екен. Енді бізде бір жатқан аралықтар. Так, 1,5 мен 3-дің арасында емес, минус 2 мен 0-дің арасында емес, мына жауап болады. Өйткені 1 тік жақша. 1 жоқ аралықта, аралықта бар, болды. Бізде екі жауап екен, 17-ші есепте С, Е жауаптар болады екен, бір жатқан аралық. Тригонометрияның формуласын білсек, өте жеңіл есеп. Ары қарай. Мүшелері оң геометриялық прогрессияда теңдіктер берілген S5-тің мәнін табыңыз. Жақсы. Мынаны қазір шығару жолымен шығаратын болсақ, біршама ұзақ болып кетеді. Бұның қасиетін қолдануымыз керек, қараңдар. Бізде мынандай нәрсе бар тұғын. Геометриялық прогрессияда мысалы B1, B2 бош болса, ортадағы мүшенің квадраты екі көрсінің көбейтіндісіне тең деген, И как раз бізде мына нәрсе шыға қойды қазір. B1, B2 бош алсақ, демек B1 мен B3-тің көбейтіндісі B2-нің квадратына тең. Ал бұл бізде 36-ға тең. Енді бұдан B2 не шығады? Плюс-минус алып шығу керек қой, бірақ бізде мүшелері оң сан болатын деген бар ғой, оң геометриялық прогрессия деген. Содан B2-нің 6 екенін оңай тауып аламыз. Ары қарай енді B2-ні тапсақ. Мына жерден бізге нені табуға болады? Мына B2 мен B4-тің көбейтіндісі бізге B3-тің квадратын береді. Ол 324-ке тең екен. Ал 324 бізде қандай санның квадраты? 18-дің. Ол B2 6 болса, B3 18 болса, Q-ді 18 бөлу 6 деп 3 екенін тауып алу қиын емес. Енді B1 табайық. Ол үшін 6-ны 3-ке бөле саламыз, B1 2-ке тең. Так, B2-міз 2-ні 3-ке бөлсек 6 жоғарыда тұр, әрине. B3-міз 6-ні 3-ке бөлсек 18 сәйкес келеді ол да. B4-міз 18 3-ке бөлсек 54, және B5-міз 54 3-ке бөлсек 162. Ары қарай қосшылары салу ыңғайлы деп ойлаймын. Так, 2-ке 18 қоссақ 20, 26, 70, 80. Так, қоссақ қанша? 242 бола ма? Бізде ондай жауап жоқ, себебі сұраққа мән беруіміз керек. Онда S5 мәнінің бөлгіштерін табыңыз. Так, 242 деген 2 көбейту 121, яғни бұл деген 2 көбейту 11-дің квадраты. Демек бұл қандай сандарға бөлінеді? Бұл 2-ке бөлінеді, бұл 11-ге бөлінеді, ол 22-ге бөлінеді, ол 121-ге бөлінеді деген сияқты кете береді осылайынан. Так, бізде көрейік жауаптарда. А жауабы 121-ге бөлінеді, 13-ке бөлінбейді, 22-ге бөлінеді, 39-ға бөлінбейді, 26-ға бөлінбейді, ал 11-дің өзіне бөлінеді. Демек, дұрыс жауап А, С, Ф жауаптары болады екен. Есеп өте жеңіл, қасиетін қолдансақ, бірден шыға қойды. Ары қарай. Келесі 39-ші есеп. Мәселен, шешімі графиктік тәсілмен көрсетілген теңдеулер жүйесі дейді. Жақсы. Енді оқушылар бұл жерде графиктерді жылжыту деген тақырып бар бізде. Сол тақырыпты білу керек болады. Мен бағанда айтып кеттім, түбірасты X-тің графигі бізде 0-ден басталды, былай қарай кетеді. Мына жерде қазір қызылмен сызылған сол график болып тұр, бірақ ол жылжып кеткен. Мына нүкте 0-де емес, басқа жерге кетіп қалған. Қалай қарай кеткен бұл? Так. X өсі бойынша 4 бірлік солға кеткен. Так, 4 бірлік солға. Сосын Y өсі бойынша 2 бірлік төмен түсіп кеткен. 2 бірлік төмен. Енді ол бізде қалай өзгеретін еді? Y тең түбірасында функциямыз так, солға кетсе, X плюс 4 болу керек. 2 бірлік төмен кетсе, минус 2 болу керек, Енді бұған бізде жауаптардың қайсы сәйкес келеді, қарайықшы қазір. Так, былай жазып қойсақ. Түбірасында X плюс 4. Y-дің оң жағына минус Y деп өтсейін. Минус 2 тең 0-ге, Жақсы. Мынау бізде қызыл сызықтың функциясы. Осылай болады екен. Так, алыншы Y тең KX деген. Бұны табу қиын емес. Бұл жерге былай істеу жеткілікті болды. Мысалы, бір нүктені қойсақ, бір нүктені. Бір нүкте бізде X-і 1-де Y минус тұр ғой, X-тің орнына 1-де, Y-тің орнына минус 1-ді қойсақ. Минус 1 тең 1 көбейту X, яғни К көбейту 1. Демек, К-ның мәні минус 1 екенін тауып алуға болды. Яғни бұдан Y тең минус X шығады екен. 1-ді қойсақ, минус 1, 2-ні қойсақ, минус 2, 3-ті қойсақ, минус 3, ал минус 2 мына жерге қойсақ, плюс 2 сәйкес келеді. Немесе бұны Y плюс X деп өткізуге болады, тең 0. Так, мына екеуі бізде дұрыс жауап екен. Демек, бізде қайсы жауаптар келеді 39-ші есепте. Так, А жауабы. Ал келгенмен Y тең X келмейді. Айтты біз Y плюс X тең 0 дегенді қарайықшы, немесе Y тең минус X түрінде болу керек, Мынау келмейді.
x плюс y деген 0 келеді, 0 келеді, 0 пока келіп тұр, 0 келмейді жауап, және 0 келеді. Енді осылардың ішінен мынаны қарай салайық. Так, мынау бізде b жауабында 100% дәл осылай тұр, b жауабы сәйкес келеді екен бізде. Так, мұнда y-тің алды минус емес, неде плюс болып кеткен, мына минус 2 былай қарай плюс 2 деп өтсе, бірақ мынау минус сақталу керек, демек мынау дұрыс емес. Так, мұнда дәл осы, бірақ y-ның алды плюс соққат, бұл да дұрыс емес. Ал мынау мына минус 2-ні оң жағына плюс 2 деп өткізген, демек мынау дұрыс болады екен, оқушылар. Керемет, бізде жауап b және f жауаптары екен. Тағы да плюс 2 бол. Және соңғы есеп. 40-шы есеп. Так, SK 3-ке тең, KO 6-ға тең, KM 4-ке тең, үлкен конустың табан радиусы мен жасаушысын және кіші конустың көлемін табан. Бізден 3 дүниені сұраған. Біріншісі үлкен конустың табан радиусын, жасаушысын және кіші конустың көлемін. Так, біз бұл жерде қатынасты қолдансақ болады. Қазір бізде екі конус бар, мынандай бір кішкентай конусымыз бар және мынандай бір үлкен конусымыз бар. Бізде кіші конустың биіктігін қарасаңдар 3-ке тең, ал үлкен конустың биіктігі 3-ке 6-ны қоссақ 9-ға тең. Кіші конустың табан радиусы 4-ке тең, үлкендігі белгісіз r деп қоямын. И қатынасқа салсамыз бұл жерден 3-ті 9-ға бөлсек, 4-ті r-ға бөлгенге тең. Пропорциямен бізден 3r тең 36 болса, r тең 12 екенін тауып алу қиын емес, яғни бізде бір жауап табылды. Так, радиус 12 тең, с жауабын қоршап қоямыз. Енді келесі сұрақ жасаушысы. Енді қараңдар, мынау 12 болса, бізге мынаны табу керек қой, жасаушы деген мына сызық, көлбеу сызығымыз L деп тұрған. Ол пифагормен шығады. L тең түбір астында 12-нің квадраты 144, 9-ның квадраты 81. Қоссақ 220, бұдан 15 шыға қойды. Демек жасаушысы 15. Е жауабы болады екен. Так, екі жауабымыз табылды. Енді үшінші сұрақ кіші конустың көлемі. Бізде конустың көлемі v тең 3-тен 1 s табан көбейту h. Сендер мысалы көлемді білмегеннің өзінен ана қатынаспен табу арқылы екі дұрыс жауабын табасыңдар және 1 ұпайға ие боласыңдар, Ал көлем тапсаңдар толық 2 ұпай. 3-тен 1 кіші конустың табаны мына бір дөңгелек қой бізде, Ол пи квадрат болса 16 пи болу керек, бірақ бізге есептің шартында пиді 3 деп алуға болады деп қойыпты. Яғни 3 және биіктігіміз жалпы кіші конустық 3-ке тең. Жақсы. Мына бір 3 пен мына бір 3-ті қысқартып жіберсек, 16 жердегі 3 48 деген жауапты аламыз. Сонда жауап С, Е, F жауаптары болады екен. Жақсы, есептер түсінікті болды деп ойлаймын. Скриндап алыңдар. Бізде не бар? Өзім туралы ақпарат. Шүкір Әлімхан, математика және матсалтынан сабақ беремін. 14 жыл тәжірибе, опыт эксперті және авторлық методика. Керемет, енді бұл нәрсе сендерге керек емес деп ойлаймын. Бұны барлығын білесіңдер. Так, қалай болды сабақ? Кері байланыс беріңдер. Түсінікті болды ма? Сұрақ бар ма? Сабақ ұнады ма жалпы? Осылай жалғастырып сұрақ қалай қарайсыңдар? Жоқ, бүгінге матсау жоқ. Матсауды құдай қалса бір күнге жинап арнайы талдаймыз. Яғни бір матсаудан бір 5-6 немесе 10 шақтан нұсқа алып аламыз да, солардың бәрін алып аламыз. Жақсы, керемет комментарийлар. Кетті, әдемі ұнады дейді. Комментарийлар по идее видеоға түсіріп алу керек қой. Бірінші сабағымда отқан оқушыларым және олардың комментарийлар деп. Так, біз бүгін сабағымызды аяқтадық. Алғашқы сабағымыз бізде қатысқан оқушыларымыз және олардың кері байланыстары. Так, мұнда қарасақ, мінекей күшті, керемет, өте күшті. Жақсы, от жанып жатыр, жүректер келіп жатыр. Керемет. Сендерге де барлықтарыңа рахмет оқушылар. Сабақ ұнады деген ойдамын. Қош сау болыңдар. Барлықтарыңа рахмет. Так, біз эфирді өшірейік. Так, сохранить қойсақ мұны. Так, қайсына ағам барамыз ба? Ағам ба? Завершить трансляцию. Завершить ба?